Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгінгі екінші сабағымызды бастаймыз. Excel электронды кестесінде жалпы салыстырмалы гистограмма, диаграммаларды қалай шығару керек, және де үлгерімін формула арқылы қалай шығару керектігі туралы көрсететін боламын. Бұның алдыңғы сабақта жалпы біз Excel электронды кестесінде осындай кестелерді құру туралы көрсеткен болатынмын. Енді алдымен мысал үшін бізде мектепте 11 сынып 9 сыныптарда ай сайын тест алып отырамыз, тест алғаннан кейін жалпы ол тесттің қорытындысы бойынша оқушылардың үлгерімін шығарып, оның астына салыстырмалы диаграммасын шығарып, бірлестікке өткіземіз немесе тақталарға жабыстырып қоямыз. Ал енді жалпы осы жерде бүгін біз осы оқушылардың үлгерімін формула арқылы қалай шығарамыз, сол туралы көрсететін боламын, және де диаграммасын қалай тұрғызу керектігі туралы көрсететін боламын. Алдымен осындай параққа, Excel парағына лист 1 дегеніміз, астына қарасақ бірінші парақ, осы бірінші парағымызға дәл осылай кестемізді түсіріп аламыз. Енді осы жерде қарап тұрсаңыздар, мына жерде 6-шы қатардағы оқушының аты жөні осылай бөлініп, мына ұяшықтан шығып кеткен, мысалы мына Шерім, Мағжан деген осы екі оқушы. Сосын қарасаңыздар, сыныбы деген бағанымыз мына жерде екі ұяшық, аты жөні мен сыныбы деген ұяшық бірігіп кеткен. Енді осы екі жазуды қалай бір бағанға келтіріп қоямыз. Мысалы, біз кей жағдайда Excelде кесте жасаған кезде, немесе бір мәлімет жазған кезде бізде осындай бір ұяшықтың ішіне бірінің астына бірін жазуға тура келеді. Сол кезде қалай жасаймыз? Ол үшін осы жаңағы біріккен ұяшығымыздың үстін апарып бір мәрте шертеміз. Сосын жоғарыға барып қарасаңыздар, перенос текста дегеннің үстін бір бассақ, міне біздің жаңағы жазуымыз бірінші, екінші қатарға бірінің астына бірі түсіп осылай жазылды. Келесі дәл осылай, осы әрекетті қайталаймыз. Міне осы В12 ұяшығына шертеміз, мұнда немесе мұнда шертпейміз, тура осы жерге шертіп, жоғарыдағы перенос текста десек, міне көріп тұрғандарыңыздай жазуымыз екі қатарға бір бағанның ішіне орналасып түсті. Енді сыныбымызды жазамыз. Өткен сабақта көрсеткендей автотолтыру арқылы мен толтыра саламын. Қазір осылай тартып, өткен сабақта көрсеткен болатын, болды. Енді үлгерімін қалай шығарамыз? Әдетте, егер сіздер Word программасында жазатын болсаңыздар, онда біз үлгерімін алдымен параққа есептеп алып, сосын әр қайсысын осылай жазып отыратын едік, Wordта жасайтын болсақ. Ал енді Excelге жасайтын болсақ, бұл өзі аты айтып тұр, электронды кесте деп, яғни бұл жерде біз кәдімгі калькулятордың рөлін атқарады, яғни калькулятор сияқты біз есептеу жүргіземіз, бірақ біз бұл жерде бұның формуласын жазып көрсетіп беруіміз керек. Енді қалай шығарамыз үлгерімін? Жоғары жаққа қарасаңыздар, fx деген тұр, яғни осы қатарға біз формула жазсақ болады, немесе осы жерге жазсақ та болады. Енді қалай бұның шығарамыз, формула арқылы үлгерімін қалай шығарамыз. Әдетте біз үлгерімін шығару үшін жалпы оқушының жинаған балын 100-ге көбейтіп, оны сұрақтың санына бөлеміз. Енді осыны қалай жазамыз формулаға? Формулаға қою үшін міндетті түрде ағылшын тіліне аударып аламыз, және формулаға қою үшін міндетті түрде тең белгісін қоямыз. Тең дейміз, бізде жинаған балы 12. 12-міз бізде Е және 5. Е5 ұяшығында тұр. Яғни осы Е5 ұяшығымызды осы жерге көрсетеміз. Е5 ұяшығында бізде 12, осы 12-ні 100-ге көбейтеміз. Жылдызша 100 және оны көбейтіп, сұрақ санына бөлеміз. Бізде сұрақ саны 20, бізде ол D5 ұяшығында орналасқан. Енді осы жерге бөлу D5 деп жазамыз. Міне біздің формуламыз осы жерге көрсетеміз. Сонда көріп тұрсыздар ма, мына жердегі екі ұяшық басқа ұяшықтарға қарағанда басқаша болып түстері өзгерді.
Енді формуламызды жазып болғаннан кейін Enter пернесін бассақ, міне бізге автоматты түрде бірінші оқушымыздың үлгерімі, яғни тест бойынша жинаған 60% екен. Енді қалған оқушымызды да осылай жеке формуласын жазып жүрмейміз. Бір рет осылай жазғаннан кейін қалғанын астына көшіріп қоямыз. Ол үшін курсорды осыған екі сызықтың біріккен жеріне апарсақ, біздің курсорымыз өзгереді. Осы кезде осыны ұстап алып, міне астына қарай, міне соңына дейін сырғытсақ, көрдіңіздер ме, өзі автоматты түрде біздің мынау бастапқыда қойған формуламыз арқылы өзі барлығын автоматты түрде бізге есептеп берді. Оны қалай білеміз? Мысалы, мына ұяшыққа бассам, міне бұның формуласы E5 100-ге көбейтіп, D5-ге бөлдік. Сұрақтың саны бізде D5 ұяшығында. Ал енді 65-ге барсам, көрдіңіздер, E5 емес, енді бұл жерде E6 ұяшығы. Міне, біз 12-ні шығарып қойдық қой. Енді 13-ті шығару үшін, көрдіңіздер, тек қана бұл жерде ұяшықты ғана өзгеріп тұр. E5 еді, E6. Мына жерде көрдіңіздер ме, E7, E8, міне, E8-ші ұяшығымыз 15 балл алған. Келесі E9 осылай бізде E12-ге дейін барды. Яғни ол жерде біз тек мына жерге ғана бір формула жаздық та, оны осылай сырғытып астына көшіп қойған кезде, ол біздің осы формуламыз арқылы бүкілін осылай бізге есептеп шығарып берді. Өте оңай, кәдімгі калькулятор сияқты. Келесі бізде енді осыған салыстырмалы түрде диаграммасын шығару керек болады. Бір анықтау көріну үшін бізде диаграммасымен шығар деп жатады ғой. Енді диаграммасын қалай шығарамыз? Ол үшін жалпы осы аты жөнінен басталған кестемізді толық осылай бояп аламыз. Яғни қалай бояймыз? Міне курсорды ұстап алып, осы қарен жылжытамыз, бояп аламыз. Жоғарғы жақтағы меню қатарында вставкаға кірсеңіздер, міне түрлі бізге диаграммалардың түрлісін көрсетіп береді. Осы жерде әдетте біз бұндай салыстырмалы диаграммада қолданамыз, бізде гистограмманы қолданамыз. Немесе немесе қайтадан гистограммаға барып, осы жерден ала берсек болады. Мысалы, мен мынаны таңдап үстін басамыз, бізге мынандай түрлісін көрсетіп береді. Қалаған біреуімізді аламыз. Қазір мына жерде кестем белгіленбей қалған екен. Мына жерге мұқият боламыз, осылай бірінші бояп аламыз. Егер де сіздер бұлай бояп алмасаңыздар, онда біздің диаграммамыз түспейді. Міндетті түрде осы кестені белсендіріп аламыз. Вставка, гистограмманың ішіндегі міне мынаны таңдаймыз. Міне біздің салыстырмалы түрде жаңағы неміз шықты. Қазір мен пайызын сәл кішірейтейін. Міне осылай ұстап алып, міне бір астына ретке реттестіріп қойып қоямыз. Енді қарап тұрсаңыздар, міне біздің диаграммамыз шықты. Аты жөні, міне жалпы оқушыларымыздың аты жөні осы жерден анықтап көре берсеңіздер болады. Мына жерде ең жоғары балл жинаған бізде 75% екен, яғни 20 сұрақтың 15-не жауап беріп 75% алған екен. Осы жерден міне 70-тен сәл шығып тұр. Ал енді мына жердегі барлығы бірдей көрсетіп тұрған, бұл жерде яғни сұрақтың саны 20 екені және мынау сыныбы оқушылардың 9 сынып екені осылай көрсетіп тұр. Енді мына қатар керек емес болса, өшіріп тастай саламыз. Үстінен бір мәрте шертеміз, delete пернесін бассақ, міне біздің диаграммамыз шықты. Енді осыны печатқа беріп, принтерден шығарып, оқушыларға таныстырып, тақтаға жабыстырып немесе арнайы папкамызға салып отырамыз. Енді бұны печатқа беру үшін қалай печатқа береміз? Ол үшін кәдімгі борттағыдай осылай тіке бере салмаймыз. Біз шығатын парағымызды міне осылай бояп аламыз. Барлығын бояп алып, файл, печат, мына жерде өзіміздің принтерімізді таңдап қоямыз. Және осының асты жағына түссеңіздер, осы жерде мына печать активный листінің астына барсаңыздар,
напечатать выделенный фрагмент, яғни боялған фрагмент дегеннің үстін басып, одан кейін міне печатқа бассақ, біздің осы қағазымыз шығарып береді. Яғни бұл жерде біз напечатать активный лист, всю книгу дегенді баспаймыз, выделенный фрагмент деп көрсетеміз. Яғни выделенный дегеніміз ол жаңағы біздің бояп алғанымыз. Міне мынау көк болып боялып тұр ғой, яғни осы көк болып боялған жерімізді шығарады. Жалпы Excel'де кесте болмасын, кез келген нәрсені Excel'ден біз принтерге шығару үшін алдымен осылай бояп алып, міне осылай бояп алып, содан кейін барып біз оны печатқа беретін боламыз. Келесі қарап тұрсаңыздар, бізден мынандай майда үзік-үзік сызықтар шығып тұр ғой мынау, яғни бұл деген сөз, бұл осы беттегі бір парақты білдіреді. Мысалы, Word'тағыдай, мысалы, Word'та әр парақтың астына түсе берсек, парақтар шыға береді ғой. Тура сол сияқты бізде мынау осы жер бір парақ. Яғни А4 парағының өлшемі деген сияқты. Мысалы ретінде айтып отырмын. Мынау бізде бір парақ, мынау бізде бір парақ. Яғни, мысалы, жазуымыз мына бетке өтіп кетсе, ол бөліп тастайды деген сөз, да? Яғни, мынау шекарасы дегеніміз осы бізде бір парақ болып есептелінеді. Ал мына астында, яғни бұл шексіз қой, жылжыта берсек, мынау келесі. Мынау осы бөлінген жері мына аралық бір парақ болып есептелінеді. Енді тура Word'тағыдай бұл жерде біз парағымыздың өлшемін өзгертсек те болады. Мысалы, қазіргі жағдайда бұл жерде книжная болып тұр. Ал енді бұны біз альбомнаяға өзгерте аламыз. Ол үшін разметка страницаның ішінде ориентация деген басып, альбомнаяға ауыстырсақ, міне біздің парағымыз книжный емес, енді альбомный болып шықты. Бұл кезде енді мына құрған диаграммамыз сыймай қалады. Бізге әдетте бұндайды книжныйға шығарамыз. Кей жағдайда осындай парақты көлдене қойып та шығаратын кез болады. Сол кезде осылай ауыстырып қоя бересіздер. Келесі сіздерге тағы бір көрсететін, қазір мына книжныйға ауыстырып қояйын. Енді астына түссеңіздер, мына жерде лист 1, лист 2, лист 3 дегеніміз, яғни бұл парақшалар. Мысалы, мен лист 2-ге барсам, жаңа парақша осы жерде де жұмыс жасай бермей болады. Немесе мына жерде лист 3-ті бассам, яғни бөліп, мысалы, бір мәлімет жазған кезде бөліп жаза бере береміз. Мысалы, Word'та сақтап қойып, келесі Word'та ашып сөйтіп жазамыз, сол сияқты, бірақ бұл жерде өзінің осындай беттер болады. Лист 1, лист 2 деген. Енді бұл жерде лист 1, лист 2 дегенді, мысалы, өзіміз жазған мәліметімізге байланысты бұның атын өзгертіп қоюымызға болады. Мысалы, осы жерден осының үстін басып, переименовать деп, мысалы, мына жерге тест, бұл бірінші лист, бірінші параққа біз тест жаздық, мысалы, 9-шы сынып тест деп қояйық. Бірінші листімізде бізде тест бар деген сөз. Енді бұны бір светпен бір көрсетіп қоюымызға болады, мысалы, қызылмен. Мысалы, екінші, бұл парақта мен тест жаздым, екінші парақта мен, мысалы, 10-шы класстың тестін жазатын шығарым, Енді бұны да осы жерде переименовать, ауыстыру деп, мысалы, 11-ші сынып тест деп, осылай өзіме ыңғайлы болу үшін бір Excel'дің ішіне осындай парақтарды өзім жасап қоюыма болады. Сіздерде, мысалы, бұл қызыл болды, қазір басқа түске ауыстырып, мысалы, жасылға қойып қойсақ болады. Мына жерде 9-шы сыныптікі, мына парақта мен 11-ші сыныпқа істеймін, мына парақта мүмкін мен басқа жұмыста жасайтын шығармын. Бірақ барлығы бір Excel'де сақталған болады. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Егер сабақ ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Осылай өздеріңіздің сабақтарыңызда пайдалансаңыздар болады. Сау болыңыздар.